Қайырлы күн достар, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Мен Бибігүл Мырзалиева. Бүгін сіздерменен өткен тақырыпқа байланысты кванттық әлем, кванттық өріс жайлы тақырып қозғайтын боламыз. Кез келген адам өткен видеороликтарымды тыңдап жүрген болса, мен айтып өткендей, физика ғылымының дәлелдегеніндей, кез келген адам өз тағдырын өзі жақсы деңгейге, армандаған мақсаттарына жетуге өзгертуіне болады деген факт. Соны ұғынса деген ниетте әңгіме жүргіземіз. Бұл әр адамның өзінің кванттық өрісі болады. Яғни Алла берген сізге жарқыраған әлемде біздің көзіміз көре алмайтын әлемде кванттық әлем, квантовое поле бар екен. Кванттық поледа біздің өзіміздің өткен шағымыздағы, болашағымыздағы қажетті тағдырымыздағы әрқайсымыздың болмысымызға лайықты версиямыз бар екен. Бұны біраз адамдар өз ілімімен, өзінің санасының деңгейінде әр адам өз түсінігіменен қабылдайды. Сіздер де өз деңгейлеріңізде әрқайсыңыз осы жайлы ұғымды дұрыс түсіне білсеңіздер екен деймін. Ғылымда Тесла, Альберт Эйнштейн, Джон Кеха, қазіргі докторымыз Джо Диспенза, Невил Голдард, оның алдында дәлелдеп кеткен ғылым, физика ғылымымен дәлелденген факт. Әр адам баласы өз тағдырын өзі жасап, өзі өзгертіп жатыр дейді. Қалай десеңіз, өзінің ойыменен дейді. Сіздің назарыңыз, ойыңыз үнемі нені ойлайды, ертеңгі тағдырыңыз дәл соны көресіз, сүресіз дейді. Яғни сіздің өткен тарихыңызда өміріңізге келген сәттен бастап, кешегі күнге шейін не ойлап, миыңызбенен, қандай ойларменен, қандай ниеттерменен өмір сүрдіңіз, соны сіз бүгін көріп отырсыз. Сондай тағдырды кешіп отырсыз. Яғни менің айтқым келетіні, мүмкін сіз бір өзгерістер жасап, алдыңызға бір жоспарлар құрып, бір мақсаттарға жете алмай жүрген шығарсыз. Мүмкін сіз денсаулығыңызда бір өзгерістер әкеліп, бір жақсы нәтижелер көргіңіз келіп жүрген шығар. Мүмкін сіз азғыңыз келіп жүрген шығар. Мүмкін бір спортпен айналысып, бір нәтиже көргіңіз келіп жүрген шығар. Мүмкін жақсы бір кәсіп ашқыңыз келіп жүрген шығар. Үлкен табыстарға жеткіңіз келіп жүрген шығар дегендей, әр адам өзінің санасының деңгейінде алдына қойған бір өзгеріс, бір жақсылық тағдырында арман, мақсаттары болады. Армансыз адам болмайды деп ойлаймын. Арманы жоқ адамда еш уақытта өзгеріс болмайтыны анық. Сондықтан алдыға қойған мақсат, бүгін ертеңге қойған мақсат, оның бәрі де алға қойған арман, жоспар дегендей. Мысалы 5 жылда, 1 жылда, 1 айда, жарты жылда жетсем деген жоспардың барлығы да адамның әлі қолы жетпеген, бірақ алдына қойған жоспар, сол мақсат болып саналады. Арман, мақсат деген сияқты. Сондықтан адам үнемі алдына бір жоспарменен өмір сүргені абзал.
немесе ұйықтар алдында ертеңгі күнге 1-2 күннен кейін не жасайтынын, бүгін не істей алғандығын қорытындылай келе ертеңге жоспар құрып жүрген жақсы. Немесе кәдімгідей өзіңізге арналған жоспар дәптеріңіз, арман дәптеріңіз деген сияқты болу керек. Оны жасап жүрген болсаңыз өте дұрыс. Мысалы, адам күні бүгінге шейін өз тағдырында өзгерсем деген өзінің қойып қойған портретіне, өзінің армандаған мақсатына, жоспарлап қойған нәтижелеріне жете алмай жүрген болса, яғни сіз осы қағиданы адам өз тағдырының режиссері, өз тағдырының авторы болу деген ұғымды дұрыс пайдаланбай жүрсіз. Адамның ойы, назары қайда болса, сол жерде сіздің күш қуатыңыз, энергияңыз сол жерде. Ал энергия болған жерде сіздің нәтижеңізді көресіз деп физика дәлелдеп қойған. Сондықтан кез келген ой, кез келген ақпарат, бағдарлама, айтылған сөз өзінің нәтижесін береді. Ол санамызға жазылады, біздің жүрегімізге, тәнімізге, жасуларымызға, нейрондарымызға жазылған ақпарат қайталана беретін болса, сізге әдетке айналады. Әдет деген жаңағы автоматты түрде жасалатын нәрсе, ол автоматты түрге айналған нәрсе сізге өміріңізге кәдімгідей реальный нәтижесін әкеледі. Сондықтан әр адам өз ойын бақылау керек. Сіз өзіңіз Алла берген жүрегіңізге жаңағы тынысыңыз арқылы келген құдіретті мойындау керексіз. Сіз тән емес екеніңізді мойындау керексіз, ұғу керексіз. Сізге түсінік келу керек. Сондай сіз тұла бой, мынау дене, тән емессіз. Сіз Алла берген ең жоғарғы сана екеніңізді, күш, қуат екеніңізді, жарқыраған 7 түрлі нұрдан құралғаныңызды білу керексіз. Бұл физикада кез келген сіздің көзіңіз көретін, көрмейтін заттың барлығы да кәдімгідей зерттеп келген кезде ең кішкентай бөлшегі квант деп аталатын жойылмайтын бөлшектен тұрады екен. Біздің кез келген көзіміз көретін, көрмейтін заттың барлығы да энергия, күш екен. Яғни біздің тәніміз ең майда бөлшектерден, атомдардан тұрады, ал атомдарымыз энергиядан тұрады екен. Ол энергия, яғни маңымызға электромагниттік өріс бөліп тұрады. Сол өрісіміз арқылы біз өзіміздің тағдырымызға ертеңгі күнімізді жасайды екенбіз. Яғни энергия дегеніміз ол сіздің санаңызбен, миыңыздағы ой ақпаратпен жасалатын сіздің ертеңгі тағдырыңыз. Сондықтан сіз өзіңіздің тұла бойыңыздағы күш қуатыңызды басқару керексіз. Өзіңіздің миыңызға келіп жатқан ақпараттарды бақылау керексіз, қадағалау керексіз. Өзіңіздің Алла берген ең жоғарғы сана сезіммен, парасатыңызбен, іліміңізбен өз Алла берген тұлғаңызды өзіңізге қызмет еткізіп, өзіңізге сәжде еткізіп, өз жүрегіңіздегі ниетіңізді санаңызға когерентті еткізіп, Алланың разылығына синхронно тіршілік ету керексіз. Синхронно деген бір үйлесімде, бір ағымда болу керекпіз. Сіздің тағдырыңызды
өзгерту, жақсылыққа қарай жақсарту ол тек қана жеке өзіңізге ғана байланысты. Біреу сіз үшін өміріңізді өзгертіп бере алмайды. Егер сіз жақсылыққа мән беріп, жақсы ақпараттар тыңдап, жақсылықты жүрегіңізге ойып, жақсы ниеттерді бойыңызға қалыптастырып, миыңызда жақсы ойларды жоспарлап, соның нәтижесі қандай болатынын үйлестіріп, ойластырып жүрген болсаңыз, әрине сіздің амал, әрекеттеріңіз, қадамдарыңыз, жоспарларыңыз өзгерген адам ертеңгі күнгі көздеген мақсатына жететіні айдан анық, иә. Сондықтан бұның бәрі де физика ғылымында дәлелденген нәрсе, яғни біздің ойымыз энергиямыздың құралы. Ал энергия болған жерде нәтижені көреміз. Яғни біздің назарымыз қай жерге түседі, сол жерде біздің энергиямыз сол жерге көшеді. Ал біздің энергиямыз болған жерде біздің арманымыз, көздеген мақсатымыз нәтижесін береді. Кейбір азаматтарымыз ойлауы мүмкін, бұның бәрі де бекер, бұның бәрі әшейін далбаса әңгіме деп. Бұл қалай миыңызға ой жібересіз, сіз нәтижесін дәл сондай ақ көресіз. Бекер, әурешілік, далбаса, түктің қажеті жоқ дейсіз ба? Түкте сізге керек емес екендігі сіздің тағдырыңызда болады. Ертең түк көрмей, ешқандай нәтиже көрмей жүресіз. Егер мән беріп жазылған ғылым мен үшін керемет механизм, мен осы тәсілді пайдаланамын десеңіздер, әрине нәтижесін көресіз. Егжей-тегжейлі жеке түрде тәжірибемен бөліссе, маған көмегіңіз болса десеңіз, менің осы каналымның описаниясындағы номеріме, WhatsApp номеріме хабарлассаңыздар болады. Жеке өзіңізбен жұмыс жасап, тәжірибемен бөлісіп, үйрететін боламын. Қолданып, өзіңіздің өміріңізде, тағдырыңызға үлкен нәтиже, үлкен өзгерістер, бақытыңызға, берекеңізге қарай өзгерістер болатыны хақ. Мүмкін сіз жас өспірім, жасыңыз 19-да, 18-де, я болмаса 17-де шығарсыз. Мүмкін сіз 30-да, 40-да шығарсыз, мүмкін 50-де, 60-да шығарсыз, 70-де шығарсыз. Бұл ешқандай да сізге жаңағы өміріңізді жақсылыққа қарай өзгертуге ешқандай шектеу жоқ. Сізде жақсы ниет болса болды. Сіздің кеудеңізде Алла берген құдірет, күш, тұла бойыңызға берілген қабілет, қасиет сіздің тағдырыңызда өз қажетіңізді, өз деңгейіңізде жасап алуға үлкен потенциалды күш, қабілет бар деген сөз. Егер бар болса, өзгерсем деген ниет туып тұрса, яғни сізде сондай құдірет, күш бар деген сөз. Адам баласының сеніміне қарай, ынтасына, жігеріне қарай Алла өзі дайындап қойған сіз үшін барлық қажетіңізді сіздің көзіңіз көрмейтін 4-5 өлшемде, кванттық әлемде барлық қалауларыңызға, барлық таңдауларыңызға дайындалған, сіздің тағдырыңызға қажеттің барлығын Алла дайындап қойған. Соны хақ Алла тағала барлық менің сұрағанымды береді деген ниетіңіз болса, сеніміңіз болса, өміріңізді өзгертуге 100% мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Бұл өзіңіздің таңдауыңызға, өзіңіздің шешіміңізге байланысты. Бұл шешім қабылдау деген кәдімгідей өзіңізге серт беріп, өзіңізге ниет етіп қадам жасау. Мен өзіме осындай мақсат қойдым.
денсаулығымды реттеймін дейсіз ба, үйіме осындай табыс әкелемін дейсіз ба, жоқ әлде тағдырымда осындай білім аламын, осындай жетістіктерге жеткім келеді деген армандарыңыз, көздеген мақсаттарыңызды шарт етіп қойып, соған қадам жасаймын, өзгеремін деген шешім қабылдаған болсаңыздар, кешіріңіздер, алдыңызға қойған мақсаттарыңызға жеткіңіз келсе, шешім қабылдау керексіз. Міне бүгіннен бастап мен осындай адам болуға шешім қабылдадым, осындай қадамдар жасаймын деген сияқты бірінші, екінші, үшінші деп кәдімгідей өзіңізге по пункттан өз қадамдарыңызды жазып, әрекет етіп бастауларыңызға болады. Сол күннен бастап сізге өміріңізде өзгеріс келе бастайды. Мысалы, әр адамның өз денсаулығы, өз дәрежесі, өз қабілеті, өзінің қажеті бар, иә? Сол сияқты ой деген әркімнің басында өз ойы бар. Сол ой сіздің құралыңыз. Өзіңіздің күш-қуатыңызды пайдалануға, назарыңызды басқаруға сізге ми берілген, сізге Алланың құдіретімен беріп қойған ең жоғарғы сана берілген. Сол санаңызбен өзіңізді басқару керексіз. Таразылау керексіз. Не ойлап жүрсіз, қандай әңгімелер айтып жүрсіз, ішіңізде қандай, түп санаңызда қандай ойлар жатыр, не кедергі болып тұр, соның бәрін де бақылау керексіз. Оның ең алғашқы қадамдары, барлық амал әрекеттер бәрі де пайдалы. Міне, мен өзгеру үшін мынандай тәсілді қолданамын, осы маған көмектеседі десеңіз, оны жасаңыз. Дұрыс емес, дұрыс деген ондай ұғым жоқ. Әрекет етсеңіз болды. Мен мына әрекетіммен мен нәтиже көріп жатырмын дейсіз ба, сол әрекетті жалғастырып, соны дамытып жүре беріңіз. Бұл деген сөз, миыңыздағы жаман ақпараттардың бәрін алып тастауға әрекет ету керек. Өткен шақтағы өміріңізде көрген бүгінгі сәтке дейінгі өзіңізге жағымсыз, қобалжу, мұңаю, қайғыру, үрейде, қорқынышта, сенімсіздікте болу күйіне әкелетін төменгі толқындарды, қара күштерді, шектеулерді, кедергілерді, кесірлерді барлығын жайсыз күйде жүрген ескі нұсқаңызды сіз ризашылықпен, ең хайырлы түрде мейір-махаббатпен босатып жіберуге шешім қабылдау керексіз. Сонда сізге ертеңгі күннен бастап идеальная версияңызды қабылдауға мүмкіндігіңіз болады. Ал ескі бағдарламамен, ескі бойыңыздағы төменгі толқындармен, қара күштермен, яғни сізге қызмет етпейтін, сізге сәжде етпейтін, сізге үшті күйлі, сіздің таңдауыңыз емес ақпараттар, тарих, басыңыздан кешкен жағдайлар, өзіңіздің қандай қиын күйде өмір сүрген өзіңіздің нұсқаңыз сіз үшін енді ауыстыру керек болып тұр ма? Сіз оған өзіңізге өзіңіз рұқсат етіп, шешім қабылдап, мәңгілікке босаттым деп қош айтысу керексіз. Сіз мына тұла бойыңызбенен, тұлғаңызбен емес, сіздің есіңіздегі нұсқаңызды босату керексіз. Көріп тұрсыз, қайғырып, жылап, уайымға салынып, шым-шытырық,
қорқыныш, үрей жағдайларға болған сәтіңіз есіңізде болса, сіз соны саналы түрде өзіңізден мәңгілікке босатуды шешім еттім. Мен енді бақытты, қуанышты, еркін, қалағанымды жасай алатын, өз еркіммен өмір сүретін, таңдауларыма қадам жасайтын, әрекет жасайтын, бай, қуатты, денсаулығы мықты, спортпен шұғылданатын версиямды қабылдаймын тұла бойыма, тұлғама. Бүкіл тұла бойымды қалыптастырып тұрған молекулатым клеткаларыма, тәніме, 100 миллиардтан астам нейрондарыма жап-жаңа нұсқамды қабылдаймын деп шешім қабылдау керексіз. Сонда әлбетте сізге осы сәттен бастап өзгерістер ене бастайды өміріңізге. Миыңызға тыныштық, жүрегіңізге жайлылық, үйіңізге береке, кәсібіңізде бір жақсылық, ризықтар келе бастайды. Бұл ұғымды дұрыс қабылдау, ғылымда анық дәлелденген факты тағдырыңызға механизмді қабылдап, сол тәсілді пайдалану өте маңызды. Яғни санаменен қабылдау, жүрекпен сену. Бұл сенім ең ұлы құдіретті, ең мейірімді Аллах сізді бұл өмірге не үшін әкелді, бұл жарқыраған әлемге не үшін әкелді? Әрине, Аллахтың құдіреті шексіз, сіз үшін барлық бақыт, береке, байлықты сіздің пешенеңізге жазып, дайындап қойған нәрсені ойыңызды өзгертіп, ауыстырып, бақытты, қуанышты, берекелі, шаттықта, ризашылықта, бай-қуатты өмір сүруге деген версияңызды қабылдау. Осы физикада дәлелденген ғылыми фактіні сіз санаңызбен қабылдай білу керексіз. Бұл әр адамның санасында өз деңгейінде болатын процесс. Мен осылай ойлар дегенменен әр адамның санасында, нейрондарында жоғарғы парасатыменен өзі жасай алатын процесс. Сондықтан әр адам өз тағдырының, өз өмірінің авторы. Әр адам өз тағдырының режиссері. Неге режиссері дейміз? Ол себебі ой деген құрал, инструмент, энергия деген сіздің бойыңыздағы күш, құдірет, ал соны басқаратын сіздің сана сезіміңіз, парасатыңыз жеткен деңгейде өз тағдырыңызды өзіңіз басқарып, өз тұла бойыңызды өзіңіз игеріп, жақсы қадамдар, жарқын қадамдар, отбасыңызға, өз басыңызға пайдалы әрекеттер жасауға, қадам жасауға сіздің санаңыз билік жасау керек. Сіздің тәніңіз емес, аяғыңыз емес, басқа бір мүшеңіз емес, сіздің санаңыз билік жүргізу керек. Санаңызбенен сіз қадағалау керексіз. Менің тұла бойым, тұлғам не істеп отыр қазір, не ойлап отыр, не айтып отыр, қайда қарап, қайда кетіп бара жатыр деген сияқты ең жоғарғы санаменен, парасатпенен, Алла берген ілімменен өзіңізді бақылап жүру керексіз. Жауапкершілікке алу керексіз. Өзіңіз басқарып, өзіңіз бұйрық беріп, өзіңіз жетектеу керексіз. Алла берген мынау тұла бой тұлға әр адамға аманат. Кішкентай кезінде бала шағаны әке-шешесіне аманат етіп Алла берді деп айтамыз ғой. Сол сияқты сіз ес білгеннен кейін өзіңіздің
тұла бойыңыз, тұлғаңыз сіз үшін аманат. Сіз деп отқанымыз ең жоғарғы сана, парасат, күш, ең жоғарғы құдіретті 7 түрлі мәңгілік нұр сіздің тұла бойыңызға Алла берген құдірет өзіңізбен бірге. Бүкіл ғалам бір бүтін, бір тұтас. Алланың жасағанын, жаратқанын адам көре алмағанменен Алла бәрін көріп тұр деп айтамыз ғой. Сол Алланың берген құдіреті, нұры біздің бойымызда екен. Нұр деп айтатын себебіміз бізде физика ғылымында дәлелденген екен. Біз еш уақытта өшпейтін ішімізде нұр бар екен. Кванттық нұр бар екен. Ол еш қашанда өшпейтін нұр екен. Білімі жетіспегендіктен адамдар ойлайды екен, бір айналдырғаны шыр айналдырады, болмаса пешенемізге жазып қойған, болмаса адам өзіне өзі сендіріп қою мүмкін. Болды, осыменен қалдым, енді өле-өлгенше өстіп өмір сүремін, күнделікті өстіп өмірімді өткізіп жүрсем болды деп өзіне шектеп, әрмен қарай дамуына, әрмен қарай денсаулығын жөндеуіне, немесе жақсы бір іспенен айналысуға, немесе ары қарай жоғарылауға өзіне өзі ойыменен шектеу қойып қояды екен. Сондықтан осы кванттық өріс, әр адамның өзінің кванттық өрісі бар. 4-ші, 5-ші өлшемде кванттық әлем бар дегенге сенсеңіздер болады. Өзіңіздің айналаңыздан сіз көзіңіз көрмей тұрған әлеміңізде, маңайыңызда сіз өз өрісіңізді жасап тұрсыз дәл қазір. Біреуді сынау, мінеу, ғайбат ойлау, қажетсіз ойларда жүру сіздің тағдырыңызға шектеу екен. Сіз электромагниттік өріспенен өмір сүресіз. Өзіңізден неше түрлі толқындар жібересіз. Ойыңыз қандай болса, сондай өріс жіберіп тұрсыз, тербеліс, толқын жіберіп тұрсыз. Төменгі толқын, жоғарғы толқын, төменгі толқында, төменгі жиілікте болған адам еш уақытта жетістікке жетпейді. Жоғарғы толқында жүрген адам әрине көп жетістіктерге жетеді. Сондықтан жоғарғы толқын деп отырғанымыз жоғарғы деңгейде өз қажетіңізді таразылай біліп, ішкі ниетіңізді тазарта біліп, бүкіл тәніңіздегі барлық молекула атомдардан тұратыныңызды біліп, тұла бойыңыз толған ақпарат екенін түсініп, миыңызда барлық ақпараттар ол өміріңізде жиналған ойлар екенін біліп, 60 мыңнан 70 мыңнан астам ойлар сіздің тағдырыңызда жиналған ақпарат, ол автоматты түрде сіздің маңайыңызға өзінің жиіліктерін шашып тұратын күш екенін түсіну керексіз. Сондықтан сізге бақытты өмір сүруіңізге жазылып қалған ақпараттардан арылудың әрекетін бүгін жасаңыздар. Ол деген сөз көбейту кестесіндегі екі жердегі 2 4 болады деген сияқты сіз осы
физиканы ғылымындағы факты ұғынып, соны түсініп алсаңыз жеткілікті. Ойыңызды басқара білсеңіз, сіз тағдырыңызда қажетіңізді жасайтын адам боласыз. Әрине, оның әрмен қарай даму сатысы бар. Оны келесі видеоларымда айтатын боламын. Ал бүгінгі күні ескі бағдарламадан арылу үшін ең керемет қадамдар бар. Оны жасау үшін сіздің шешіміңіз қажет. Өзгергіңіз келетін болса, төменде менің осы каналымда описание бөлімінде менің жеке телефон номерім бар. Сол жерде жазыңыздар. Келесі видеомда қандай сұрақтарыңыз бар, қандай жауап алғыңыз келеді. Жалпы бір адамның сұрағы жалпыға қатысты жауап алады. Сондықтан комментарий бөлімінде пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазыңыздар. Кері байланыста болыңыздар. Лайктарыңызды басыңыздар. Кез келген адам өзіңізге пайдалы ақпарат алған кезде, жарқ етіп өзіңіздің санаңызға, жүрегіңізге бір қажетті ақпарат алған кезде пікіріңізді жазып, лайк басып, ишаратыңызды білдіргеніңіз өзіңізге сауап. Бұл өте керемет нәрсе. Бұл сіз қабылдағаныңыз, жақсылықты қабылдағаныңыздың белгісі. Ал маған ол шабыт. Келесі видео роликтерімде пайдалы ақпараттарды бөлісіп отыруыма шабыт болады. Достар, сонымен кванттық әлемді табуды бір жалпы мағынада түсіндіріп өттім. Болашақта осы тақырыпта тағы да тереңірек, кеңірек талдайтын боламыз. Әр адамның кванттық әлемін қалай табамыз, кванттық өрісімізді қалай құрамыз, арман мақсаттарды қалай тез орындаймыз, соның жолдары жайлы алдағы уақытта видеолар шығаратын боламын. Сіздердің назарларыңызға ризамын. Жазылып отқан, лайк басып отқан азаматтар болса, көптен көп мың алғыс. Келесі видеода көріскенше күніміз жақсы болсын. Сау саламат болыңыздар. Рахмет.